Келесі пирогымыз біздің банафи пай. Ол жасау үшін ең бірінші ұнымызға сахарная пудра саламыз. Разрыхлителімізді саламыз. И сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейіннен ішіне жұмыртқамызды саламыз. Барлығын араластырып, осындай песочный тесто жасаймыз. Холодильникке кемі жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін формамызды алып, қамырымызды осылай жайып шығамыз. Астын вилкамен жақсылап тесіп, 170 градусқа 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міндетті түрде осылай тесуді ұмытпаймыз, болмаса қамырымыз көтеріліп кетеді қатты. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін 33%-тен жоғары сливкиді аламыз. Өлшеп аламыз барлығын. Ішіне сахарная пудра салып, миксерлейміз.